Қатпар тарих бар, талай сырды ішіне бүккен киелі және тарихи мекендер көп ақ. Солардың бірі Бәйдібек ауданындағы Ақмешіт үңгірі. Ел аузында киелі атанып кеткен үңгірді көрмекке еліміздің түпкір-түпкірінен, тіпті шетел асып келетін туристер, қонақтар өте көп. Ақмешіт үңгірі Шымкент қаласынан 70-80 шақырым қашықтықта орналасқан. Ұзындығы 254, ені 65, биіктігі 25 метр. Жарғабақ саңылауларынан мезгіл су тамып тұрады. Ішінен қарағанда ернеулі киіз үйдің шаңырағы секілді көрінеді. Ел арасында бір кездері осында бір әулие әулетімен киіз үй тігіп, сатымен шығып түсіп жүрген дейтін аңыз айтылады. Үңгірге перзент сүюді арман ететін ерлі зайыптылар, ауру сырқау адамдар әлі күнге дейін түнеп мінәжат етеді. Ақмешіт үңгірі туралы аңыз әпсана өте көп. Солардың бірі Есіркеп Қойгелді батырға қатысты айтылған аңыз. Батыр қалмаққа қарсы жорыққа шығарда кенеттен нөсер жауын жауады. 10 мыңнан астам сарбаз пана іздеп осы үңгірге түседі, таңғы намазға жығылыпты. Атауы жоқ үңгірді жауынгерлердің бірі батырдың есімімен атауға ұсыныс тастайды. Алайда Есіркеп Қойгелді батыр бұл ұсынысқа үзілді-кесілді қарсылық танытады. Бұл Қаратаудың қасиеті дарыған таудың етегі. Бізді және астымыздағы аттарымызды жаңбырдан қорғап қалды. Сәждеге жығылып намаз оқуымызға мүмкіндік берді. Үңгір ішіндегі тастарда ақ ұлпадай аппақ, керемет әсер қалдырады. Мұның қасиеттілігі сол шығар, сондықтан оны Ақмешіт деп атайық депті. Міне, содан бері қасиетті орын ұрпақтан ұрпаққа Ақмешіт деп айтылып келеді.